кеңес одағы заманында бір давление, қан қысымы деген аурудың бір некен саяқ бірен саран адамдарда ғана болмаса көп кісілерде кездеспегенін өздеріңіз де білетін шығарсыздар. Ал қазірше бір кез келген адамның бір не давлениесі жоғары болып жүреді, не төмен болып жүреді, тіпті жап-жас жігіттердің өзінде. Мұның сыры неде деп ойлайсыздар? Осының себебін маған бір оқыған кісі қазіргі адамдардың жүйкесі тыныш еместігінен деп түсіндіріп еді. Яғни жүйкесі тозғыш болып кеткен ғой. Ал кеңес одағында не бір проблема болмап па, ол кісілердің жүйкесі тозбап па? Әрине тозған. Бірақ байқасаңыздар, бір қызыл жалауы желбіреген заманда адамдардың әлеуметтік жағдайы біркелкі еді. Бір ауқатты адамдарда болған ғой, бірақ қатты бай адамдар, олигархтар жоқ еді. Тиісінше бір тақыр кедейлер де аз еді. Адамдардың барлығы еденіне киіз төсейтін, қабырғасына кілем ілетін, бәрібір рекорд деген қара теледидар көретін, көліктері де ұқсас, үйлері де бірдей деген сияқты. Содан да болар, біреудің бір дүниесінің көптігін күндеп, көлігінің бір көріктілігін көре алмай, жаңағы ішіне пышақ айналмай жүретін адамдар өте аз болатын. Ал қазір ондай емес қой. Біреу олигарх, біреудің мініске жарар аты да жоқ, біреу зәулім үйде тұрады, біреу қоржын тамда тұрады, біреу үйінен шыға алмай жүр, ал біреулер кеше ғана бір шетелден демалыстан оралды деген сияқты. Осыларды ойлай берген соң, әрине адамның жүйке клеткалары да жыртылады. Менде ондай қашан болады деген ойлар басталады, әлім білмей әлек бола бастайды. Тиісінше осыдан кейін адам жаңа ауруды жамап алмағанда енді не істейді? Онда бар нәрсе неге менде жоқ деген өзіңді өзгемен салыстыру жүрек тыныштығының бұзылуына алып келеді ғой. Ал жүрек тыныштығының бұзылуы дегеніміз өзіңде қазір барға риза болмау. Былайша айтқанда қанағаттың, шүкірдің аздығы. Жүрек тыныш болмағасын, қан қысымы ойнамалы болмағанда енді не болады?